Болған граждандарына больницаға диспансеризацияға ерту іші ұйыштырылған иде. Бұл узған елінің декабрына қадар біздің 697 үлкен кіші диспансеризацияға ертілді. Бұл елінің 1 январынан алып, январ-февраль-март айларында барысы 431 кіші диспансеризацияға алып келінді. Бұл ішіні башқару үшін бізге енді Лада Лагос автомобилі қайтартылды. Татарстан Республикасы Қызмет халық мүшелерін тәмин ету һәм социаль яклау министрлыгы аша кызганычка каршы менә бу пандемия башлану сәбәпле март айында бу эш туктатылып торды һәм безнең инде менә бүгенге көндә август һәм сентябрь айларына Узак сәхнә белән бергәлектә план графиклары яңартылып, план графиклар төзелде. Айрым күрсәтмәләр булганнан соң бу эш дәвам ителәчәк. 65 яшьтән югары булган өлкән кешеләрне диспансеризацияга алып килү эше башланып китәр дип өметләнәбез.